Адамзат мыңдаған жылдар бойы жойылып кетпей, бүгінгі күнге дейін жеткені ғажайып жағдай. Көптеген табиғат апаттарынан немесе адами қателіктерден аман қалғанымыз тек бір Алланың қалауы. Бірақ біз осы күнге дейін әлем жойылып кетерде қатер алдында тұрған кездерді бастан кешірдік. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға әлем ақыр заманға тап бола жаздаған 10 жағдайды ұсынамын. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі тақырып өте қызықты болмақ. Сол себепті де сіз арнаға жазылмаған болсаңыз, астыдағы қызыл подписаться батырмасын басып, сұрға айналдырыңыз. Және қолдау ретінде лүпіл басып, осы видео жөніндегі ойыңызды астыға жазсаңыз болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін алғыс айтамын. Хосе Бонилдің байқағаны. 1883 жылдың 12 тамызында мексикандық астроном Хосе Бонил өзінің зерттеуі барысында күннің бетінде 400-ге жуық анық емес белгісіз денелердің ұшып бара жатқанын байқаған. Оған белгісіз болған бұл аспан денелері біздің жер шарымызбен қақтығыса жаздаған 1 миллиард тонна болатын кометаның бөлшектері еді. Осыдан әлде қайда кішкентай комета соңғы рет жермен қақтығысқан кезінде динозаврлардың жойылуына алып келген болатын. Әрқайсысы 50 метрден 400 шақырымға дейін жеткен бұл бөлшектердің соғылу күші атом бомбасының жарылыс күшімен тең. Қазіргі пайымдаулар бойынша бұл комета бөлшектері жер шарымызда 600-ден 8000 шақырым ара қашықтықта айналып өткен. Егер ғалам деңгейі бойынша қарасақ, бұл өте жақын қашықтық болып саналады. Бұл бөлшектердің әрқайсысы Тунгус метеориті құлаған кездегідей жарылыс жасауға қабілетті болды. Енді көзіңізге елестетіңіз, Тунгус метеориті бір өзі бір дәуірді жойып жіберген еді. Енді дәл сондай 400 комета бөлшектері жерге құлағанда не болар еді? Ғалымдардың айтуынша, ондай жағдай орын алатын болса, жер шарымыз шашылып кетуі мүмкін. Тунгус метеоритінің құлауы 1908 жыл. Тунгус оқиғасы 1908 жылы жер бетіне жақын ара қашықтықта шашылып кеткен шағын астероидпен немесе кометамен байланысты болды. Бұл аспан денесінің атмосферада шашылуы әуеде алып жарылыс туындатты. Әуедегі осындай жойқын жарылыстан туындаған энергияның нәтижесінде Ресейдегі 2000 шаршы метр ормандағы ағаштар жойылды. Абырой болғанда бұл жарылыстан ешкім зардап шекпеді. Себебі бұл оқиға қала маңында емес, адам мекен етпейтін аумақта орын алды. Соған қарамастан жарылыс күші Хиросимада жарылып 160 мыңнан аса адамды қырған атом бомбасынан 1000 есе мықты болды. Осы жарылыс болған аймақтан 65 шақырымда тұрған куәгер былай сипаттады. Аспан екіге бөлінді. Сосын орманның үстінен от туындады. Маған бірінші болып келген ой, ақыр заман басталды. Күннен туындаған шабуыл 2012 жыл. Бәрімізге белгілі болғандай, Майя тайпасының 2012 жылы ақыр заман болады деген пайымдауы орындалмады. Бірақ ол жылы техникалық ақыр заман болуға шамалы қалғанын бірі білсе, бірі білмейді. Сол жылдың шілдесінде күн бетінде аномальды үлкен көлемдегі плазманың шашылуы болды. Ол жарылыстың энергиясы жер 9 күн бұрын болған аймақтан өткен болатын. Егер осы энергия 9 күн бұрын ерте шашылғанда, жердегі барлық техникалар істен шығып, нәтижесінде сұмдық зардаптар болар еді. Шығын құны триллиондаған доллар. Соның кесірінен келген зардаптардың салдарын орнына келтіру үшін адамзатқа ондаған жылдар керек болады. Адамдар технологияға құл болған заманда бұл жағдай біреулер үшін ақыр заман болып көрінер еді. 4581 Асклепий 1989 жыл. 4581 Асклепий дегеніміз астероидтың атауы. Ол 1989 жылдың наурызында жерден 645 мың шақырым қашықтықтан ұшып өткен. Иә, бұл өте алыс болып көрінеді. Дегенмен ол кезде ақыр заман бола жаздады. Себебі Асклепий жер 6 сағат бұрын болған аймақтан өткен. Егер ол 6 сағатқа ерте келгенде жермен қақтығысатын еді. Ондай жағдай болғанда жарылыс салдары шамамен 600 мегатон күші бар термоядралы бомбаның жарылысымен тең болады. Салыстырмалы түрде ол кездегі ең мықты термоядралы бомбаның күші 50 мегатон ғана болған. Осындай жарылыстан туындаған оттың биіктігі бірінің үстіне бірі қойылған 7 Эвересттің биіктігімен бірдей. Жалған дабыл 1983 жыл. 1983 жылдың қыркүйегінде кеңестің зымыран соққысын ерте хабарлау жүйесі ақш-тың аумағынан бірнеше континентаралық ракетаның КСРО-ға қарай жіберілгенін хабарлады. Төтенше жағдай дабылы іске қосылғаннан кейін компьютер 5 ракетаның ұшып келе жатқанын анықтайды. Ендігі кезекте жауап ретінде КСРО аумағындағы ракеталар жіберілуге тиіс болатын. Бірақ базадағы кезекші офицер Станислав Петров бұл ескертпелер өтірік дабыл деп хабарлап бұйрықты орындамаған.
Оның айтуынша, егер расымен де ақш-тан КСРО-ға шабуыл жасалған болса, тек 5 ракета жіберіп қана қоймай, 100 ракетаны бірден жіберер еді. Қуанышқа орай, оның ойы рас болып шықты. Ол түні Петров КСРО-ның жауап ретінде жібере жаздаған ракеталарын тоқтатты. Нәтижесінде адамзатты 3-ші дүниежүзілік соғыстан аман алып қалды. Кейіннен жалған дабылдық күннің бетін жапқан ерекше бұлттардың салдары деп түсіндірді механик инженерлер. Би-59 суасты кемесі. Кубалық зымыран дағдарысының ортасында жалғыз КСРО-ның суасты кемесі Кубаның айналасындағы теңіз түбінде жүзіп жүрді. Көп ұзамай оны ақш флотының кемелері тапты. Олар суасты кемесін ескерту үшін теңізге кішігірім қатерсіз бомбалар тастады. Бір жағынан суасты кемесі теңіз бетіне шығып, ішіндегілер өздерін таныстырғанын қалады. Бірақ орыстар бұл ескертпені түсінбеді. Би-59 суасты кемесі Хиросимаға тасталған бомбамен тең күші бар бір ядролы торпедамен қаруланған болатын. Бірақ бұл американдықтарға белгілі емес еді. Айналасындағы жарылыстардан су астындағы кеме жан-жаққа шайқала бастады. Ішіндегі температура 38 градустан жоғарылай бастады. Кеменің қызып кетуін болдырмас үшін олар су бетіне шығу керек еді. Бірақ жоғарыдан шабуыл жасалып жатыр деп ойлаған офицерлер өзара жанжал шығарды. Бірі ракетаны іске қосу керек десе, бірі оған қарсы болды. Соңында 3 офицер дауыс беріп, тек біреуі ядролық қаруды қолдануға қарсы болды. Командирдің көмекшісі Василий Архипов «Бізге шабуыл жасалып жатқан жоқ, бізге су бетіне шығуды талап етіп, белгі беріп жатыр» деп капитанды көндірді. Капитан оған сеніп, су бетіне кемені шығарды. Салдарында соғыс басталмады. ақш-тың қорғаныс министрі Макнамара айтқандай, ядролық соғыс біз ойлағаннан әлде қайда жақын болды. Ядролық бомбалаушы Би-52 ұшағының апаты. 1961 жылдың қаңтарында 2 Марк 39 ядролық бомбасы бар бомбалаушы Би-52 ұшағы әуеде апатқа ұшырады. Салдары Солтүстік Каролинаға 8 мегатон күші бар бомбаның құлауы болды. Апат кезінде ақш өкіметі кез келген бомбаның жарылу қаупін жоққа шығарды. Бірақ 2014 жылы құпия құжаттардан белгілі болғандай, бір бомба жарылып кету қаупінде болған екен. Ядролық қаруды қауіпсіз тасымалдау бөлімінің басшысы Паркер Джонстың айтуынша, бір ғана кішігірім кнопка басылып кеткенде ақш жер бетінен жойылып кетуі мүмкін еді. Осы 2 бомбаның әрқайсысы Хиросимаға тасталған бомбадан әлде қайда күшті болған. Егер жарылыс болғанда, желдің салдарынан бүкіл әлем радиация салдарынан зардап шегуі мүмкін еді. Аспандағы ай жерде ақырзаман туындата жаздады. 1960 жылдың қазанында Гренландиядағы радар базасы ақш-қа ядролық шабуыл жасалған туралы сигналдар жібере бастады. Барлық әскер дүрбелең шығара бастағанда, шабуылдың үлкендігі жайлы мәліметтер пайда болды. Солтүстік Америка континентінің NORAD аэроғарыш қорғанысы жоғары дабыл режиміне көшті. Сосын біреуде сұрақ туындады. Өзінің президенті ақш-та бола тұра, КСРО неліктен Америкаға шабуыл жасайды? Сигналдар басынан тексеріліп, жаңадан туылған ай осы қателіктің себебі болған анықталды. Егер ешкім ойланбағанда, жер бетінде нағыз ақырзаман басталар еді. Шындыққа қабылданған әскери жаттығу. 1979 жылы NORAD-тың программистері 3-ші дүниежүзілік соғысты бастап жібере жаздады. Олар Совет өкіметінің шабуылын оқу жаттығу ретінде ұйымдастырған. Өкінішке орай, олар осы имитацияны іске қосқан компьютер NORAD-тың жүйесіне қосылған болатын. Ол жүйе өз кезегінде бұл оқу жаттығу сигналын ақш-тың қауіпсіздік бөліміне жіберген. Сол сәтте әскери ұшақтар әуеге көтеріліп, көптеген адамдар отбасымен қоштасып жатты. Барлық сарбаздар үрейде болды. Кейіннен бұл жай ғана қателікпен көпшілікке жіберілген жаттығу дабылы болғанын естіген ел жұрт қуанышты болды. Кубалық ракета дағдарысы. 1962 жылдың қазан айында түн ортасында Кубалық ракета дағдарысы өзінің шарықтау шегіне жетті. Ядролық бомбалаушылар үнемі әуеде қалықтап жүрді. Барлық әлем үрейленіп, осы қақтығыс жақсылықпен аяқталғанын қалады. Толутадағы авиабазадағы күзетші қоршаудан өтуге тырысып жатқан біреуді байқаған. Күзетші оған қарай бірнеше оқ атқан. Соның салдарынан базадағы басып алушылар шекара асты деген сигнал автоматты түрде іске қосылады. Жақын арадағы барлық базаларда да дәл осы сигналдар іске қосылды. Оған қоса Оукфилд авиабазасында 3-ші дүниежүзілік соғыс басталды деген жалған дабыл қағылды. Ұшқыштар ұшақтарын ядролық бомбалармен жабдықтап, ұшу жолақтарында әуеге көтерілуге дайын тұрды. Егер дабыл расталатын болса, олар Ресей жеріне ядролық бомбаларды жаудыратын еді. Кейіннен ұшу жолағына жүк көлігі шығып, ұшақтарға қарай беттеді. Ол алыстан келе жатып, шамдарын жағып өшіріп, ұшақтарды ұшпауға ескертті. Себебі дабыл жалған болатын. Ендеше күзетшіні қорқытып шекара аспақ болған кім еді? Совет өкіметінің тыңшысы ма?
Жоқ, бұл жай ғана адасып кеткен аю болатын. Ал үрейленген күзетші оны атпақ болады. Салдарынан осы дабылдардың бәрі іске қосылды. Қарапайым кішкентай қателіктің өзі адамзатты жойып жібере алатынын біз осы видеода білдік. Ендеше осымен біздің бейне жазбамыз соңына жетті. Сіздермен бірге болған Шака Муро. Аманшылықта келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.